Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен дастарханның сәнін кіргізетін бауырсақтың бір түрі чак-чак дайындаймыз. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 6 жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз, көпіртіріп. Миксерлеп болғаннан кейін жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аздан салып, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Қамыр илеп болғаннан кейін, оны салафанға салып, 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан кейін ұн сеуіп, екіге бөлеміз дағын. Тағы 5-10 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін бір зуаламызды алып, орташа қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін сұйық майымызды жартысына сүртеміз. Тегіс қылып барлық жеріне сүртіп шығамыз. Енді бір шетін алып, екінші шетіне жабыстырамыз. Үстінен жақсылап басып шығамыз, ауа қалып кетпеу керек. Видеодағыдай етіп кесіп алыңыздар. Бәрін бірдей размерде кесіп шығамыз, сонда әдемі көрінетін болады. Екінші зуаламды да жайып, дәл осылай кесіп алдым. Кесіп болғаннан кейін бетін жауып, майымыз отқа қойып қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін аздап салып, араластырып отырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып қуырылады. Енді сиропымызды дайындаймыз. Сиропымызға 2 пиала құмшекерімізді салып, 1 пиала суымызды құйып, газда қайнатамыз. Қайнағаннан кейін лимонның суынан қосамыз, 1 қасықтай. Үстінен 5-10 минут қайнағаннан кейін балымызды құямыз. Сиропымыз дайын, суығаннан кейін чак-чактарымыздың үстіне құйып шығамыз. Әдемі шыққандарын арнайы бір ыдысқа жинаймыз. Оның үстіне құйып шығамыз. Сәндеу үшін керек болады. Енді тарелкаларымызды дайындап аламыз. Чак-чактарымызды сәндеп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі дастарханның сәнін кіргізетін чак-чак міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.